саламатсыз апай. Сәлеметсіз апай. Сәлеметсіз апай. Сәлеметсіз апай. Қайырлы кеш. Я Жанболат чатқа жібере сал. Күнде бір есеп сұрайсыз. Осы қандай есептер? Жіберіңізші, көмектесейік. Сәлеметсіз апай. Жақсы, ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Сәлеметсіз апай. Мен дауысым естіліп бар? Иә, апай, естіп тұр. Естіліп тұр. Кеттік ендеше. Дене қайда? Бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз ол үшбұрыштарға қатысты тақырып. Төртінші сабақ геометрияның. Бізде үшбұрыштар теңістігінің белгілері. Тақырыпты жаза қояйық. Үшбұрыш теңістігінің белгілері. Берген есептен не шығару керек мына жақта? Теңдіктің шешімін табу керек пе? Қазір сабақтан кейін көрсетіп беремін, жақсы ма? Маған неме жекеме жаза салыңыз. Қалса көрсетіп беремін. Все, кеттік. Бізде жалпы үшбұрыштар тақырыбын өтіп жатырмыз. Соның ішіндегі бұл біздің өтетін бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды. Себебі біз бұл үшбұрыштың ұқсастығы, кез келген фигуралардың ұқсастығын ертең көп қолданатын боламыз. Сол үшін жақсылап тыңдап алыңыздар. Ең бірінші, демонстрация көрінбей қалыпты ғой, иә? Енді көрініп тұр ма? Жоқ апай. Енді көрінді. Я көрдім. Тақырып үшбұрыш теңістігінің белгілері. Бізде жалпы үшбұрыш теңістігінің 3 түрлі белгісі бар.
үш белгісі бар. Яғни қашан бізде бұл үшбұрыштар бір-біріне ұқсас болады деген сұрақ. Біз жалпы мына ұқсастық белгісін мынандай қылып белгілейміз. Типа шексіздікке ұқсайды, бірақ былайынан. Бұл бізде екі үшбұрыш, екі фигура бір-біріне ұқсас деген сөз. Енді ұқсастықтың ең бірінші белгісі ол екі бұрышы бойынша. Жалпы ұқсастық деген ол қалай? Мысалға, сіздерде, енді сіздер, допустим, бір мама болсын. Оның көзі бар, мұрны бар, аузы бар, шашы бар, бойы ұзын, и так далее. И оның кішкентай қызы бар. И біз айтамыз ғой, тура мамасының копиясы екен, мамасына ұқсайды екен деп айтамыз ғой. Это же не означает, что ол мамасының тура өзі болу керек деп. Возможно, оның көздері арқылы біз оны ұқсатуымыз мүмкін, мұрындары арқылы ұқсатуымыз мүмкін. Болмаса бір көздің цветі, шашының қалыңдығы деген секілді, яғни олардың да бір ұқсастықтың өзінің бір белгілері көрініп тұрады. Демек, үшбұрыштардың ұқсастығы деген кезінде, бұл дәл сол үшбұрыштың копиясы болу керек деген сөз емес. Ол оның кейбір черталарын айтады. Енді соның бірінші белгісі ол осы екі бұрышы арқылы. Яғни бізде бір ABC деген үшбұрыштың, егер де екі бұрышы, яғни бұл не деген сөз? Мынау А бұрышы осыған сәйкес келесі үшбұрыштың дәл сол бұрышына тең болса, яғни бұрыш А1-ге тең болатын болса, және келесі екінші бұрышы тоже самый сәйкесінше мынаның екінші бұрышына тең болатын болса, онда бізде бұл үшбұрыштар ұқсас деген сөз. Былайша айтқанда бұл үш бұрышы арқылы деп айтсақ та болады негізінде. Себебі мынау қанша болса, мынаны 180 азайта саламыз ғой. Типа, допустим, мынау альфа, мынау бетта болса, мынау 180 азайтылған альфа минус бетта ғой. Значит, мынау да альфа деп айтып тұрмыз, екеуі бірдей болу керек. Мынау да онда 180 азайтылған альфа минус бетта болады. Яғни бұл үшбұрыштың үш бұрыштары тең болғандықтан, бұл екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас болады. Түсінікті ғой, яғни бұл оның қабырғалары әртүрлі, бірақ бұрыштары бірдей болып тұрған копия түрі болуы мүмкін. Екінші бір ережесі, екінші белгісі ол екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы бойынша. Мысалға, мына екі қабырға және оның арасындағы бұрыш, келесі бір үшбұрыштың мына екі қабырғасы мен арасындағы бұрышына пропорционал болатын болса, онда олар бізде бір-біріне ұқсас деген сөз. Пропорционал дегеніміз ол бізде не? Мысалы, қараңыздар. Допустим, менің мына қабырғам 5, мына қабырғам 3 болсын. Ал мына үшбұрыштың мына қабырғасы 15, ал мына қабырғасы 9 болады, және арасындағы бұрыштардың өлшемдері бірдей болу керек. Былай қарасаңдар, бұл АБ қабырғасы мен А1, В1 деген қабырға бірдей емес, асы мен А1, С1 бірдей емес, бірақ олардың қабырғалары бір-біріне пропорционал. Пропорционал дегеніміз бөлген кезінде А1-ны А1, В1-ге, асыны А1, С1-ге бөлген кезінде қатынастары бір-біріне тең болу керек. Бөліп көрейікші. 5 бөлінген 15 тең 3 бөлінген 9, яғни 5 бөлі 15, 3 бөлі 9. Қысқартып көрейік, қанша болады? 1 бөлінген 3, мұнда да 1 бөлінген 3 көрдіңдер ма? Бұл екеуінің жаңағы қатынастары бірдей болып тұрғандықтан, бұл екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас деген сөз. ABC ұқсас, A1, V1, S1. Түсінікті ма оқушылар, екінші белгіміз? Келесі үшінші белгісі ол бізде үш қабырғасы бойынша. Яғни бізде егер бір үшбұрыштың үш қабырғасы, келесі бір үшбұрыштың сәйкесінше үш қабырғасына пропорционал болатын болса, онда бұл үшбұрыштар бізде бір-біріне ұқсас. Тура жаңағыға ұқсайды ма екінші белгіге ше? Бірақ ол кезде арасындағы бұрыш дегені болды ғой. Онда бізде үш қабырғасы бойынша аламыз. Мысалға, мына жер 2, 5, және де 6 болуы мүмкін. Мына жер 8, 20, 24 болуы мүмкін. Енді осы екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас екендігін қайдан білеміз? Онда А1, В1-дің А1-ға бөліп көреміз. Және мына 24-ті 6-ға бөлсек, 20-ны 5-ке бөлсек, 8-ді 2-ке бөлсек, барлығы бір-біріне тең ба, пропорционал болып тұр ма? Ол барлығы 4 болып тұр. Сосын бұл екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас деп айтамыз.
түсінікті ма оқушылар? Осы үш белгісі. апай. Енді қараңыздар оқушылар. Бізде бұған қатысты тағы да бір маңызды мәселе бар. Соны қазір түсіндіріп өтейін. Қараңыздар оқушылар. Жалпы ұқсастық деген нәрсені біз ертең пирамидада да қолданамыз. Сосын қазір сіздерге өте маңызды бір мәселе бар. Допустим, мен екі фигураның бір-біріне ұқсас екендігін түсіндім. Қандай қасиет бойынша екендігі маңызды емес, әйтеуір ол екеуі 100% бір-біріне ұқсас екендігін түсіндік. Онда бізде мынандай ереже туындайды, қараңдар. Бір А қабырғасының келесі А1 қабырғасына. Б қабырғасының В1 қабырғасына, С бір қатынасына ұқсас болғандықтан олар тең болады, я? Мен сол теңдікті К деген коэффициентмен белгілеймін. Я, бұл бізде ұқсастықтар коэффициенті деп аталады. Осы жерде оқушылар, бұның барлығы қабырғалар бізде өлшем бірлігі метр, сантиметр, примерно дециметр, сондай ғой. Оказывается, бұл ұқсастықтар коэффициенті сол фигуралардың периметрлерінің қатынастарына да тең болады. Себебі олар бізде тоже өлшем бірлігі метр, сантиметр дегенмен шығады. Сонымен қатар медианалардың қатынастары бір-біріне тең. Бисектрисалардың қатынастары, биіктіктерінің қатынастары. В общем, қайсы өлшем бірлік метр, сантиметр дегенмен шығады, соның барлығы бізде бір-бірлеріне тең деген сөз. Қатынастары. Біреуінің периметрін екіншісіне бөлсем, бірі қабырғасын екіншісіне бөлсем, сол ұқсас үшбұрыштардың, ұқсас төртбұрыштардың. Демек, бұлар бізде бір-бірлеріне тең деген сөз. Ал енді бізде метр квадрат, сантиметр квадрат дегенмен не шығатын еді бізде обычно? Фигуралардың, аудан, я? Демек, дәл сол фигуралар бір-біріне ұқсас деп айтатын болса, онда аудандарының қатынасы, ол бізде К емес, К квадрат деген коэффициентке тең болады. Себебі, өлшем бірлігі оның метр квадрат, сантиметр квадрат, я? Яғни мен кейбір кезде былай жазсам болады. Сендерге айтады, екі фигураның қабырғасы бір-біріне ұқсас дейді, екі фигура. Біреуінің қабырғасы 8, екіншісінікі мысалға 24 дейді. Онда осы қабырғалардың, осы фигуралардың аудандарының қатынастарын тапшы деп айтады. Онда біз не істейміз? Біз алғашқы екеу арқылы К коэффициентін тауып аламыз. Мысалы, менде А1-дің Аға қатынасы К коэффициенті болсын, допустим. Әне ол 24 бөлінген 8. Менің К деген коэффициентім осы жерде 3 шығады. Ал енді оны аудандарға апарған кезінде мен квадраттап қоям ол коэффициентті. Себебі өлшем бірліктер квадратпен тұрады, я? К квадрат болады коэффициент. Яғни 9. Демек, бұлардың аудандарының қатынасы бізде 9 деген сөз. Түсінікті ма оқушылар идеясы? Примерно осындай. Енді біз метр куб, сантиметр куб деген өлшем бірлікпен не шығады? Көлем шығады. Соответственно, екі фигураның көлемдерінің қатынасы мұнда куб тұрғандықтан, ол К куб деген ұқсастықтар коэффициентін, яғни біз кубтай екенбіз. Вот. Осындай бізде қызықты ереже шықты. Түсіндіре алдым ба? Түсінікті. Жақсы. Кеттік онда. Келесі. Біз осы үшбұрышта орта сызық деген нәрсені білеміз. Орта сызық дегеніміз, қараңыздар, аты айтып тұр ғой, ортасын қосатын сызық деген сөз. Мысалы, мені А, Б, С үшбұрышынан орта сызық жүргізем десе, мына бүйір қабырғасынан тура 2-ге бөлетін орта нүктені таңдайым. Мына жерде енді тура қақ 2-ге бөлетін бір орта нүктені таңдайым. И осыларды біз бір-біріне қосқан кезде табанына параллель орта сызық пайда болады. Және де бұл орта сызық табанының жартысына тең болады. Асы бөлінген 2. В основном оқушылар, дәл осындай жағдайда, даже бүйтіп айтады сендерге кейбір есептерде. А, Б, С үшбұрышында дейді.
асы табанына параллель деп айтады. Бірақ қаншалықты орналасқандығы, орта сызық па екендігін біз білмейміз оның. Тек қана орта сызық деп айтатын болса, біз сразу мына асы қабырғасы неге тең, соны екіге бөле саламыз. Ал мына жерде олай жасай алмаймыз. Бірақ біз білеміз, иә? Мынау бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне тең болады. Неге, қалай ойлайсыңдар, бұл қандай қасиет еді біздің өткен? Мына екі бұрыштың атаулары қандай? Сәйкес бұрыш. Вертикаль ба? Дұрыс айтасың. Кес бұрыш қой бір-біріне. Мындай бар еді ғой, екі параллель түсуді, бір қиюшымен қиғанда деген ше. Сол кезде мына екеуі бір-біріне сәйкес болды ғой. Мынаны мен параллельно бүйтіп көшірдім деп айтып едім ғой. Яғни мына екеуі бір-біріне сәйкес, потому что олар бір-біріне параллель. Параллельно жатқандар бұрыштар бізде бір-біріне сәйкес болады. И мына бұрыш пен мына бұрыш ол бізде тоже бір-біріне сәйкес, яғни бір-біріне тең болады. Получается, осы жерде қараңаш, мына екі бұрышы бойынша деген жаңа бірінші белгі болды ғой. Сол арқылы мен MBN деген үш бұрышпен мына үлкен ABS деген үш бұрышты бір-біріне ұқсас деп айта алам. Себебі оның екі бұрыштарының өлшемдері бір-біріне тең болды. Ал бұл бұрышы оларды итак-та екеуінде бірдей ғой, бұл екеуінің де бұрышы болып тұр да. Оның өлшемі итак-та екеуінде бірдей, үш бұрышы да тең да. Соответственно, бұл екі үш бұрыш бір-біріне ұқсас болады. И, соответственно, мен бұл жақта ұқсастықты тауып алып не істеймін ал? Сендер көп жағдайда пайдаланасыңдар. Мына MB қабырғасының, бұл мына MBN үш бұрышының бір бүйір қабырғасы. Соның үлкен үш бұрыштың дәл сол сәйкес қабырғасы AB ғой. ABC үш бұрышының сәйкес қабырғасы AB-ға қатынасы. Тең BN қабырғасының BC қабырғасына қатынасы. Сол секілді MN қабырғасының AC қабырғасына қатынасы. Осының барлығы бізде бір-бірлеріне тең К коэффициентін береді. Ұқсастықты біз осындай кезде пайдаланамыз. Түсінікті ма оқушылар? Осы көрсеткен мысал? Иә, апай. Иә, түсінікті. Апай, түсінікті. Жақсы. Кеттік онда. Есептерге көшейік. Бірінші есеп. Үшбұрыштың барлық қабырғалары берілген дейді. 3, 4, 5. Яғни, бір кез келген үшбұрышты салайық. Қабырғалары 3, 4, 5. И айтады, оған ұқсас үшбұрыш. Бұл жақта біз олардың ұқсас екендігін дәлелдемейміз, жай ғана ұқсас деп нақты айтып қойған. Все. Қалай бар, солай қабылдаймыз. Және де сол ұқсас мына үшбұрыштың периметрі A1, V1, S1, сол 24-ке тең дейді. Онда бізге табу керек, осы үшбұрыштың, мына екінші үшбұрыш деген осы ғой, осының ең үлкен қабырғасын табу керекпіз. Білмейміз ол қайсысы, A1, B1 ма, B1, S1 ма, A1, S1 ма, әйтеуір ең үлкен қабырғасын табамыз. Енді қалай ойлайсыңдар, не істесек болады? Периметрін тауып аламыз, одан кейін коэффициентін тауып аламыз. Ой, молодец, дұрыс айтасың. Біз қазір мына үш бұрыштың периметрін тауып аламыз. Ол деген жай ғана үш қабырғасын қосу деген сөз. Ал ол бізде 12-ке тең. Демек, біз жаңа айттық қой, ұқсастықтар коэффициенті периметрлерінің қатынастарына тең. A1, V1, S1-дің ABC-ға қатынасы К коэффициентін береді. Яғни 24 бөлінген 12 біздің ұқсастықтар коэффициентіміз 2-ге тең. Все? Онда біздің мына қабырғамыз 3 па? Онда жаңағы A1, V1 бөлінген AB сәйкес қабырғалар ұқсас бір-біріне. Ол 2-ге тең. VS, V1, S1 бөлінген VS, ол тоже 2-ге тең. A1, S1 бөлінген AC, ол тоже 2-ге тең. Қатынасы. Әрқайсысын таба саламыз.
Sonra A1 V1 bölünген 3 тең, V1 0 bölünген 4 тең, A1 0 bölünген 5 деп шы. Әрқайсысын табасамыз. Мынау сонда 6 болады, 3-ті 2-ге көбейтем. V1 0-іміз 8 болады, 4-ті 2-ге көбейтем. A1 0-іміз 10 болады. Ең үлкен қабырғасы демек мынау екен ғой. A1 0-іміз 10. Оны жерден де таба салсақ болатын еді. Ең үлкен қабырғасы бұл жерде 5 асы. Соответственно, ең үлкен қабырғасы A1 0 болады деп, қалғандарын іздемей қойсақ та болады. Просто сіздерге түсінікті болу үшін жазып көрсеттім. Түсінікті ма оқушыларына есеп? Иә, түсінікті. Иә, апай түсінікті. Я апай түсінікті. Келесі. Екі ұқсас бұрыштардың қабырғаларының қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай. Давайте былай алайық. ABC үшбұрышы мен A1 V1 0 үшбұрышы бір-біріне ұқсас болсын. Енді мен A-ның A1 қабырғасына қатынасы 3-тің 4-ке қатынасына тең дейді. Бұл К коэффициенті. Қатынастары 3-тің 4-ке қатынасындай. Ал олардың аудандарының айырмасы 70-ке тең. Енді үлкен ауданы ол S1 болады ғой, себебі ол үлкенірек сандық алып тұр. Ал үсті кішкене санды алып тұр. Сол үшін S1-ден S-ті азайтам, ол 70 болады. Жүйе. Енді бізге табу керек, осы үшбұрыштардың аудандарын анықтау керекпіз, Енді қалай жасақ болады? Біз жаңа айтқан едік қой, қабырғаларының қатынастары К коэффициентіне тең болса, онда аудандарының қатынасы ол К квадрат деген коэффициенті береді. Жаңа айтқан едім ғой, нар метр ма, нар метр квадрат деп. Сол үшін мен анау 3 бөлінген 4 деген К коэффициентін квадраттай салам. Демек ол 9 бөлінген 16. Болды. Осы нәрсе арқылы мен таптым, что бұл фигуралардың аудандарының қатынасы 9 бөлінген 16 екендігін. Енді мен осы жерден S-ті таба салам, пропорция жасайым. S тең S1-ді мына жаққа жіберем. 9 көбейтілген S1 бөлінген 16. Аны үстіне жібере салдым. Болды, менің S-ім 9 S1 бөлінген 16 орнына апарып мұнда қоя саламыз. Сонда S1 азайтылған 9 S1 бөлінген 16 тең 70 дейміз. Сонда ортақ бөлім мынаған 16 береміз, мынаған 16 береміз, бөлшектің бөлімдері бірдей тастап кетеміз. Сонда 16 S1 азайтылған 9 S1 тең 70 көбейтілген 16. Азайтсақ 7 көбейту S1 тең 70 көбейтілген 16. S1-ді тапсақ бөлеміз. Сонда 70-ті 7-ге бөлсек 10, көбейтсек 160 болады екен. Все. S1-іміз 160 болатын болса, орнына апарып қоямыз мына жаққа. 9 көбейтілген 160 бөлінген 16. Қысқартамыз, 10 қалады 90 болады. S-іміз сонда бізде 90-ға тең болады екен. Яғни бұл бізде Б жауабы. Түсінікті ма оқушыларына есеп? Ой, Иә, апай Ау. түсінікті. анау жеңіл салған жеріңізді бөле түсіндіріп жібересіз ба? S бөлінген S1 деп тұрған жерін. Мына жерім ба? Иә, Мына жақта жаңа айтып едік қой, қабырғаларының қатынастары берілген ол К коэффициентіне тең болса, дәл сол ұқсас үшбұрыштардың аудандарының қатынасы осының квадратына тең. Себебі бұл бізде қабырғалардың барлығы периметр, бисектриса, биіктік, барлығы К, потому что метр, сантиметр. Ал аудандары метр квадрат, сантиметр квадрат, просто осының квадраттай саласындар. Көлемдері деп қалса, осыны кубтай саласындар. Болды. Именно осылай, мынаны куб квадраттадым екі жағын. 9 бөлі 16 болды. S-ті тауып алдым, ол үшін S1 үстіне кетіп қалды мұнда. И мына екінші теңдеудегі S-тің орнына қоя салдым. Сөзде теңдеу шығып тауып алдық. Түсінікті ма? иә, апай, рахмет. Аха. Келесі. Қарайық. ABC үшбұрышы бар дейді.
Ода бізде асы қабырғасына параллель ДК кесіндісі жүргізілген. Просто параллель деген, ол қалай параллель екендігін білмейміз, әйтеуір параллель ДК. Яғни мұндағы Д ұшы АБ қабырғасында жатыр дейді. К деген ұшы ВС қабырғасында жатыр дейді. АБ 8-ге тең. Мына жеріміз 8. Асы 10 сантиметр дейді, мына жер 10. ДК 7,5 дейді, мына жер 7,5. Бізде сұрақ ады кесінсі неге тең? Яғни бізге табу керек мына жерді. Қалай ойлайсыздар, біз бұны қалай шығарсақ болады? Қараңдар. Мынау бұрышымыз альфа болса, оған сәйкесінше мына бұрышымыз тоже альфа болады. Мына бұрыш бізде бетта болса, сәйкесінше мына бұрышымыз тоже бетта болады, потому что олар бір-біріне параллель жатыр, сәйкес бұрыштар. Енді осы жерде екі бұрышы тең болса, бұл үш бұрыштар бір-біріне ұқсас болады. Яғни мына ДБК деген, ДБК карта сияқты. ДБК үш бұрышымен АБС деген үш бұрыш бір-бірлеріне ұқсас болады. Түсіндер ма? Мына үш бұрышпен, мына үлкен үш бұрыш. Енді бұл ұқсастықты біз қалай пайдаланамыз? Егер екі үш бұрыш бір-біріне ұқсас болса, олардың қабырғаларының қатынастары бір-бірлеріне тең болады. Дәйте мен жаққа бүйтіп ДБК-ны саласайын. Бізге не белгілі ол жерде? Мына жердің 7,5 екендігі белгілі болды, басқа ештеңе белгілі емес. Ал АБС үш бұрышында не белгілі? Мына жердің 8 екендігі белгілі, ал мынаның 10 екендігі белгілі. Енді мен мынаны таппастан бұрын, мына жердің бізге ешқандай қатысы болмай тұр ғой. Оны таппастан бұрын қараңдар. Не тауып алсам болады мына 2-3 бұрыш арқылы? Коэффициент. ДБ-ны. ДБ-ны тауып алсам болады, я? Давайте соны Y-те салайық. Нет, бізге мына БС қабырғасының қатысы жоқ. Бізге мына жақты сұрап тұрғандықтан, мен алдымен ДБ-ны тауып алам. Яғни ДК-ның асыға қатынасы тең ДБ-ның АБ-ға қатынасы. Сол жағы сол жағына қатынасы, асты астына қатынасы деп сесінер ғой. ДК дегеніміз Y, асы дегеніміз 8, ДБ дегеніміз 7,5, АБ дегеніміз 10. Пропорция. 10 Y тең 8 көбейтілген 7,5. 10 Y тең 60, Y тең 6. Демек, менің мына қабырғам ДБ 6-ға тең деген сөз. ДБ 6 болса, АБ 8 болса, онда АД қанша? 2. 2. Я. АБ дегеніміз ол АД қосылған ДБ. АБ 8, АД-ны білмейміз, ДБ-ны 6 екен тауып алдық. Бұл АД 2 ғой. Түсінікті ме оқушылар? Иә, түсінікті. Я апай. Келесі. Есепке қарайық. Екі тең беріліш бұрыштардың табанындағы бұрыштарының қатынасы, бұрыштары тең дейді. Бір екі тең беріліш бұрыш бар екен. А, Б, С, А1, В1, С1. Оның табанындағы бұрыштар тең. Мына жер альфа ма? Альфа, бетта ма? Бетта. Автоматом бұл 2-3 бұрыш бір-біріне ұқсас болады. Себебі табанындағы бұрыштары бір-бірлерінің 2 бұрышы тең. Бұл бізде бірінші белгі бойынша бір-біріне ұқсас. Енді айтады, бірінші үшбұрыштың
табаны мен бүйір қабырғаларының қатынасы 6-ның 5-ке қатынасына. Табаны деген бірінші айтылғандықтан, табаны бірінші айтылады 6х. Бүйір қабырғасы екінші айтылып тұр, демек екінші тұрған 5х. Енді айтады, мынау 6х, мынау 5х, я? Екінші үшбұрыштың периметрі 48 сантиметр дейді. Мынау периметрі 48. Сұрақ, осының қабырғаларының мәні қандай дейді. Осы екінші үшбұрыштың. Қалай тапсақ болады оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Бұл бізде тең белгілі үшбұрыш екенін ұмытпаймыз. Тең белгілі үшбұрыш деп тұр. Демек бізде мына бүйірлері тең. Мынау қанша болса, мынау да сонша 5х. Я? Давайте біз мына периметр абысын тауып алайық. Ол 5х қосу 5х қосу 6х. Демек 16х болады. Енді бұл үшбұрыштардың периметрлерінің қатынасы к коэффициентін беру керек қой. Дұрыс па? Демек, периметр А1, В1, С1 бөлінген периметр АБС тең болады 48 бөлінген 16х. К коэффициентіне тең. Ол демек 3 бөлінген х болады бізде. Все. Енді қараңдар, бұл К коэффициент тағына неге тең? Дәл жалғастырайықшы осыны. Бұл бізде осы үшбұрыштың А1, В1 қабырғасын ана үшбұрыштың АБ қабырғасына бөлгенге тең. Дұрыс па? Былайша айтқанда, А1, В1 бөлінген АБ қабырғасы осы К коэффициентін береді. Ал К коэффициенті ол неге тең? 3 бөлінген х-қа тең. Все. Енді мен осы жерден А1, В1 қабырғасын іздеп жатырмын ғой, осы үшбұрыштың. Онда мына АБ мына жаққа көбейту болып бару керек қой. АБ деген неге тең? Ол 5х-қа тең. Значит, мен 5х-ым мынаған бүйтіп көбейтіледі. 5х көбейтілген 3 бөлінген х. Х-тар қысқарып, бізде А1, В1 қабырғамыз 15 сантиметр шығады. Түсіндер ма? Екінші қабырғасын іздейміз. Ол бізде мынау А1, С1 қабырғасының асы қабырғасына қатынасы. А1, С1 бөлінген асы. Ол да бізде К деген коэффициентке тең. Яғни 3 бөлінген х-ке тең. Мен осы А1, С1 деген қабырғаны табу үшін асыны астында тұрған асыны көбейтем. Ал асы ол 6х-қа тең. Х-тар қысқарады 18 болады. Болды. Демек, мына жеріміз бізде А1, Б1-іміз бен екеуі тең бір-біріне. Тең ғой, тең белгілі үшбұрыш қой. Мына жер сонда бізде 15, мына жер сонда бізде 18. А1, В1 тең, В1, С1 ол тең 15 сантиметр, ал А1, С1 тең 18 сантиметр. Түсінікті ма оқушылар? Тағы бір түсіндіріп өтейін. Бұл жақта біз не істедік? Бізде мына екеуінің қатынастары берілген. Бір үшбұрыштың табаны мен бүйір қабырғасының қатынасы берілген. Қатынас десе х пен жазамыз. 6х, 5х. Тең берілі болғандықтан мына жерде 5х болады. Бүйір қабырғалар тең. Тағы да екінші үшбұрыштың периметрі берілген. Онда мен бірінші үшбұрыштың периметрін тауып алам. Барлығын қоссақ 16х. Периметрлерінің қатынасы К коэффициентін береді. Периметрлерінің қатынасы К болса, ол қабырғаларының қатынасына да тең. И біз осы шыққан К-ны қабырғаларының қатынасына қолданып кеттік. Х-тар жойылып, ровный жауабы шықты. Енді түсінікті ма балалар? түсінікті апай. Давайте бұшаққа дейін түсінікті болса, 4 плюс деген белгі жіберейік, давайте. Апай, Ау. асы бөлінген А1, С1 деп жазуға да бола ма? Я, әрине болады. Бірақ ол кезде қарам, асы бөлінген А1, С1 десең, онда біз бұны 3 бөлінген х демейміз.
біз бұны керісінше x бөлінген 3 деп айтамыз. Потому что біз мына жаққа бірінші А1 В1 С1 дедік қой. Сол үшін үстінде типа соның нелер тұру керек та. Үстінде полностью бір үшбұрыштың данылары тұру керек. Оның периметрі ма, оның ауданы ма, полностью бүкіл үшбұрыштың үстінде бір затты тұру керек, астында полный бір үшбұрыштық тұру керек та. Бірақ қайсысы бірінші тұрады, ол принципе разница жоқ. Алымы мен бөлімі ауысып тұрады. Мына жерде керісінше алсақ x бөлі 3 болады да, и бәрібір сондай шығады. Түсінікті ма? Все, рахмет. Мына жақта бірақ үстіне А1 В1-ді жазып қойып, мына жақта үстіне А-ны жазып қойсақ, ол кезде қате болады. Түсінікті ма? Түсінікті. Кеттік онда. Мындан шығарайық. Келесі, ДБС үшбұрышының бисектрисасы ДО кесіндісі дейді. Бір ДБС деген үшбұрыш бар екен. ДБС. Енді осы жердегі ДО осы үшбұрыштың бисектрисасы дейді. Яғни бисектриса дегеніміз не еді? Бұрышты қақ бөледі. Мына жер альфа ма? Мына жер альфа. Енді СО 14-ке тең. Мына жер 14. БД 15-ке тең. Мына жер 15. БС 24 дейді. БСымыз 24. Егер мына жер полностью 24 болса, мына жер 14 болса, дайте нам сразу жасамыз. Қанша болады? 10 болады. 10 болады. И ДС-ны тапты. Бізге мына жер табу керек. Мен сендерге бір алтын ереже деген нәрсені айтқам. Не еді ол? Осы бисектриса кезінде айтқам. Бисектрисада бізде бір алтын ереже бар деген. Бисектриса жүргізген кезде кімнің есінде? А бөлінген М тең В бөлінген М деген ба? Я, қараңдар. Бізде бір бисектриса жүргізсе ше, бұрыштар қақ қойынды. Мына жерде А-дик, мына жерде, допустим, кім? А-штрих-тик. Мына жерде Б, мына жерде мысалы Б-штрих-тик. Онда бізде бұл бисектрисаның қасиеті бойынша А-ны А-штрихқа бөлген кезде, Б-ны Б-штрихқа бөлген кезде бір-біріне тең деп айтып едік қой естерінде ма? Бисектриса өткенде осындай алтын ереже дегенді айтқам. Вот. Значит, мына жерде біз 15-ті 10-ға бөлгеніміз. Мынау, білмейміз ғой енді ДС-ны не екенін, қанша екенін. ДС-ны 14-ке бөлгенімізге тең болады. Бисектриса алтын ереже. Демек, пропорция жасай саламыз. 10 ДС тең 15 көбейтілген 14. ДС тең. Қанша болады сонда? Қысқартайық 5-ке. 21. 21. Сонда бізде жауабымыз 21 сантиметр болады. Түсінікті ма оқушылар? Я түсінікті. Түсінікті. Келесі. АБС үшбұрышының дейді. АБС деген үшбұрыш бар екен. Осының асы қабырғасының ұзындығы тап дейді. Асын табу керекпіз. Мұнда біздің Б бұрышымыз дуал екен. Б дуал. Б 90-нан үлкен 180-нен кіші осында. АБ 13-ке тең. БС 2-ке тең. И синус Б бұрышыныкі 5 бөлінген 13. Қалай тапсақ болады бізге асы қабырғасын? Косинустар теоремасы арқылы. Әдемі. Өте дұрыс айтасыңдар. Косинустар теоремасы. Мына үшеуі бүйтіп берілген ғой бізде. Косинустар теоремасының формуласы асы квадрат тең АБ квадрат қосылған БС квадрат азайтылған 2 көбейтілген АБ
көбейту б-сы көбейтілген косинус бұрыш б. Сонда асы квадрат тең 13 квадрат, 2 квадрат, азайту 2 көбейту 13 көбейтілген 2, бірақ бізде бұл бұрыштың косинусы жоқ. Оны біз кеше тапқан едік қой бір? Помните? Минус. бір асты бір минус. Иә. Косинус квадрат бетта дегеніміз ол бір азайтылған синус квадрат бетта. Онда косинустың өзі бір астындағы бір азайтылған синус квадрат бетта болады. Демек, бір азайтылған 5 бөлінген 13-тің квадраты. Демек, ол бізде 25 бөлінген 169 болады, иә? Маған ортақ бөлім ретінде 169-ды береміз. 169 бесек 169 азайтылған 25 бөлінген 169. Онда бізде мұнда 144 бөлінген 169 қалады. 144 түбірдің ішіне сыртына минус 12 болып шығады, 169 13 болып шығады. Енді мен жерге 12 бөлінген 13-ті жазам ба сонда? Иә. Осы жерде бір ұқсар мәселе айтайын, подсказка берейін. Бір момент бар, который көп оқушылар осы есепті ұбт-да қателеседі. Таңбасы ма? Иә, яғни қалай сонда? Косинус тоғал болса, сонда минус косинус бола ма? Дұрыс айтасың, Айбын. Өте керемет. Қараңдар, мына жерде бізге бекерден бекер айтпаған ғой, бір шатастыратын нәрсені іздегісі келіп жатыр ғой сендерден. Бұл бұрышы доғал деді ғой. Доғал дегеніміз ол 90 мен 180-нің арасы. Значит, ол бізде екінші ширек. Ал екінші ширекте косинустың таңбасы бізде минус емес па? Дақта, яғни бізде түбірасын алған кезде плюс-минус болу керек қой. Біз всегда соның плюсын қарастырып кеткен сияқты боламыз да, потому что біз бірінші ширектегі таңбаны аламыз всегда. Бірақ қазір бізге доғал деп нақты айтып тұр, соответственно, біз оның минусын алу керекпіз. Себебі бұл косинус в любом случае доғал болған кезде таңбасы минус болады. Значит, мен жаққа минус 12-ден 13-ті қоям. Түсінікті ма, минус деген не үшін қойылғандығы, қайдан қателесіп кету мүмкін екендігі? Иә, түсінікті. 69 плюс 4. Так, 13 пен 13-ті қысқартамыз. Мына минус-минусымыз плюс болып кетеді. 2, 2, 12, значит, бізде ол 48 болады. Сонда асы квадрат тең. Так, 52, 52, 61, 221. Асының өзі демек, бір асты 221 болады. Все? Түсінікті ма, оқушылар? Я түсінікті. Түсінікті. Иә, түсінікті. Все, молодцы. Келесі MNP дейді. Скорик. MNP үшбұрышының N бұрышының биссектрисасы. N-нан беті биссектриса жүргізем. Биссектрисаның белгісін көрсетіп қойық. Альфа, альфа. Енді сол кезде бұл MP деген қабырғаны дейді, 28 және 12 деген бөліктерге бөледі деп айтып жатыр. MP қабырғасын 28 және, яғни мына жеріміз бізде 28, мына жеріміз бізде 12. Мына жаққа бір белгі қойып қойсақ, о деп. Енді егер MN азайтылған NP 18 болатын болса, яғни мынаны азайтатын болсақ, 18 болса дейді, онда бізге табу керек MNP деген үшбұрыштың периметрін. Қалай ойлайсыңдар, біз мұнда не істесек болады? Биссектрисаның алтын ережесін қолданамыз. Иә, өте дұрыс айтады. Иә, біз мұнда биссектрисаның алтын ережесін қолданамыз. Жаңа айтқан қатынас қой. Сонда бұл, яғни MN қабырғасын MN бөлінген MO.
тең NP бөлінген OP. Өзінің жанында тұрғандарын өздеріне бөлем. Мынау бөлінген мынау бөлік, мынау бөлінген мынау бөлік. Енді бізде мынау MO-мыз ладно белгілі. OP-мыз ладно белгілі. Ал үстіндегілерге не жазам мен? X пен Y-ті ме? Екі түрлі айнымалы болып қалады ғой бірақ. Еменді өрнек табамыз, 10 плюс 18 деп. Жерде мен MN-ді өрнектеп аламын, иә? Ол бізде минус NP оң жаққа плюс болып өтеді. Получается, мына жер егерде бізде X болатын болса, допустим, NP деген қабырғамыз. Онда MN деген қабырғамыз бізде 18 қосылған X болады екен. Түсінде ма, бізге қазір X, Y қылып алу невыгодно. Біз NP қабырғасын, допустим, X десек, онда орнына X-ті қоямыз, 18 плюс X болады. Түсінді ма? 18 плюс X, жеріміз жай ғана X. Значит, пропорция жасаймыз кеттік. 12 көбейтілген 18 плюс X. Тең 28 көбейтілген X. Көбейте салайық қанша болады? 216. Аха. Енді мына 12X-ті сол жаққа минус қылып өткіземіз, оң жаққа, то есть. Сонда бізде 16X болады. 216-ны 16-ға бөлсек, сонда қанша болады? 16. 13 жарым. Tamam. 13,15. Получается, біздің осы жерде NP деген қабырғамыз ол 13,15. Себебі ол бізде X. Ал MN қабырғамыз ол 18 қосылған X, яғни 31,15 болады. Болды? Енді осы үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырға белгілі ғой. Арғы жағымыз 31 жарым, оң жағымыз 13 жарым, асты бізде 28 мен 12-нің қосындысы. Демек, 44, 40, 84 сантиметр болады. Апа 85. Ой, 85. Түсінікті ма оқушылар? Есеп? Иә, түсінікті. Я бой. Апа ана жақта түсінбедім дейді. Қай жерін түсінбедің? Жанболат. Нақты, оқушылар түсінбедім деген сөз емес. Маған нақты қай жерін түсінбедім деп соны жазу керексіңдер. Апай мен EX болған, мынандай болған түсінбедім деген секілді. Қай жері түсініксіз, нақты Жанболат. Басқаларымызға түсінікті ма, оқушылар? Я бой. Я бой бәрі түсінікті. Я çıktı. Онда тағы да бір рет қарап көресіз жарай ма, Жанболат? Екінші рет может көрген кезде түсінікті болатын шығар. Білмеймін, қазір қайтадан сол нәрсені бір қайталаймын ғой. Келесі есеп. Үш бұрыштың екі сүйір бұрышының синустары белгілі 5-тен 3, 13-тен 5 дейді. Ал оған сыртайсылған шеңбердің радиусы 32 жарым. Үш бұрыштың ауданын табу керек. Қараңыздар, бір үш бұрыш бар екен. Қабырғалары абысы болсасын, мына бұрышымыз альфа болса, осының синусы бізде 3 бөлінген 5. Мына бұрышымыз мысалы бізде бетта болса, оның синусы 5 бөлінген 13. Ал оған сыртайсылған шеңбердің бізде радиусы 32 жарым дейді. Сұрақ үшбұрыштың ауданы. Енді біз мұнда қазір биіктікпен, қабырғамен дегеннен қарағанда ең жақын болып тұрған аудан табу формуласы ол 2-ден 1 А, Б синус альфа деген формула секілді. Синусымыз бар да, бізде любой бұрышты ала бере аламыз да қазір. Бірақ бізде вот именно қабырғалары белгісіз болып тұр,
Қандай идея бар сіздерде оқушылар? Не істесек болады? Радиусты не үшін берген екен? Қалай ойлайсыздар? Ашып жағамыз ба? Типа, қарама-қарсы гипотенузаға деп. Жоқ. Ойланып көріңіздер. Бұл бүгінгі тақырып емес, кешегі тақырып. Синустар теоремасы ма? Иә, дұрыс айтасыз. Синустар теоремасы. Радиус бізде синустар теоремасында болды емес па? Синустар теоремасы мындай еді ғой. А бөлінген синус альфа тең Б бөлінген синус Б тең С бөлінген синус гамма тең дегені болған. Неге? Екі Радиус. Вот. Значит, мен қазір осы синустар теоремасын пайдалану арқылы синусымыз бар, радиус бар, мен қабырғаны таба аламын ғой. Яғни қараңдар, А қабырғасы бөлінген, оған қарсы жатқан бұрыштың синусы 3 бөлінген 5. Тең болады 2R-ге, ал R ол бізде 32 жарым. Бірінші деп қойын. Сонда біз осы жерден аны табатын болсақ, мынау мына жаққа барады, көбейтіледі. Көбейтілген 32 жарым көбейту 3 бөлінген 5. 2-ге 32 жарымды көбейтсек 65. Сонда мына 65 пен 5 қысқарады 13 қалады, сонымен бұл қабырғамыз бізде 39 болады екен. Мынау бізде табылды 39. Енді екінші деп біз анау мынаның қарсы жатқан енді бұрыш белгілі, оған қарсы жатқан қабырғаны тауып аламыз, Б қабырғасын. Яғни Б бөлінген синус бетта. 5 бөлінген 13 қарсы жатқан қабырға. Ол бізде тең болады тоже 2R-ге. Сонау жерде Б тең болады, мынау 65 көбейтілген, мынау астында тұрған үстіне көбейту болып барады. Қысқарып 5 қалады, 25 болады. Все. Мынау бізде тоже белгілі, 25. Енді не істесек болады? Бізге аудан табу керек. АБ синус альфа. Бізде мына қабырға белгілі, мына қабырға белгілі. Ауданға салайын десе, мына арасындағы бұрыш болу керек қой. Десеміз ба? Ал мен мыналарды алайын десем, аудан формуласы кезінде екі қабырға және арасындағы бұрыш дегені бар бізде. Или мына екі қабырға арасындағы бұрыш, мына екі қабырға арасында бұрыш. Бірақ бір нәрсе жетіспей тұр, байқасындар. Мына екеуі белгілі, бірақ мына бұрыш жоқ. Мына екеуі белгілі, бірақ мына қабырға жоқ. Белгілі, мына қабырға жоқ, сондай болып тұр. Мына не істесек болады? Синустар теоремасымен қарамыз ба? Синустар теоремасымен қалайсың? Типа, С қабырғасы. Косинус. Косинустар теоремасы арқылы қай қабырғаны іздейміз сонда? Типа, сыныма? Иә, сыны. Квадрат ең ба, сонда. Бірақ ол кезде бізге оған қарсы жатқан бұрышты белгісіз болып тұр ғой. Сыны іздесек ше? Синустардың қатынастары арқылы. Бірақ екеуі де белгісіз ғой. Айта салайын ба? Біраз ойланып көрейік. Ойланып көріңдер. АБЦ бөлінген 4S-ке саламыз әлі қалай? Сондай идея болып тұр менде де. Абысы бөлінген 4S болса. Әр бізде 32 жарым ғой. Енді А, Б қабырғалар белгілі. Бірақ мұнда С қабырғасы жоқ, біз S-ті ашып көрсек.
AB көбейтілген S S дегеніміз 2-ден 1 AB синус гамма нет, соған келіп тірелеміз по-любому. Нет. Бәрібір соған келіп тіреліп қаламыз, S бөлінген синус гамма тең 2R болып қалды ғой қазір. Так. Адан табудың оңай жолы қазір бізге. Ұзақ болған деп тұрды, қазір косинустар теоремасын салсақ, мынаның косинусын табамыз, мынаның косинусын табамыз, сосын 180 азайтылған деп істесек қазір бұл дейтін. Өте ұзақ болып кетейін деп тұрмын. Абай медиана жүргіземіз Негізі, бе? в принципе, олай істеуге болады, конечно. Косинустар теоремасын келтіріп. Солай істей береміз ба? Апай медиана жүргізуге бола ма? Медиана. Сосын медиана жүргізіп тағы несі қалай жасаймыз сонда? Так, басқа бір идеясы жоқ секілді ма? Сонымен жасай береміз ба? Апай мына беттада альфадан 2 медиана жүргізші. Бізде енді крайний вариант тұрған идея бар. Ау? Бетта мен альфадан медиана жүргізуге Пифагор арқылы табуға бола ма? Қалай? Альфа мен бетта бұрышынан медиана жүргізіп 39 мен 20 қақ ортаға бөлініп кетеді, сол арқылы Пифагормен табуға бола ма деген ол қабырғаны. Пифагор дегенде ол екі медиана бір-бірімен 90 градус болып қиылыспайды ғой. Иә, ол да бар екен. Ол кейбір есептерде сөйтіп айтады да, екі медиана 90 градус болып қиылысты деп. Ладно, давайте бағанаға жолмен жасай берек. Немного долго болады, бірақ зато жасай саламыз. Мен бет аша салайын. Енді бұл негізі бізде байқасындар 38-ші есеп. Русюмова кітабының 38-ші есебі уже прям Б примерно С деңгейлі есеп болып саналады. Возможно, сол үшін біз қазір долго жасаймыз. Яғни бізде процесс қандай, қазір процесс түсіндіріп өтейін. Ол бізде мына бұрыш белгісіз болып тұр, гамма деген. Мен соны табу процесін жасаймын. Ол үшін мен 180 градустан анау нені азайтам ғой. Арк синус 5 бөлінген 13-ті альфаны азайтам, то есть. И арк синус 3 бөлінген 5-ті азайтам, яғни беттаны. Сол кезде менде 5 бөлінген 3 бөлінген 5. Сол кезде менде ана гамма деген бұрыш шығады. Түсінікті ма бірінші идеямыз? Осы жасайын деп жатқан? Иә, түсінікті. 80 азайтылған альфа азайтылған бетта. Енді маған оның сразу синусын таба салайық. Синусын кеттік. Бұл жазайық. Синус гамма тең синус, яғни 180 азайтылған арк синус 3 бөлінген 5 азайтылған арк синус 5 бөлінген 13. Келтіру формула ма? Иә. Біз енді ана жақта минусты жақшан сатына шығара салайық та. Минусты шығарамыз, мына жер плюс болып кетеді. Келсеміз а? Иә. Енді біз қазір келтіру формуласы тұрғымда 180 азайтылған x деген. Синус мына жерде полный қазір x сияқты елестетіңдер. Қиын деп ойламай, синус 180 азайтылған x деген секілді. Келтіру формуласы ғой, бұл бізде синус 180 градуста ауыспайды. Өзі қалады. Минус десе мен артқа жүрем. Таңбасы синус екінші ректе бізде плюс. Синус x-тің өзі. Получается, синус гамма тең болады жерде. Синус. X-қа қалды, міне синус x-қа тең бұл. Арк синус 5-тен 3. Плюс арк синус 13-тен 5. Апай не үшін минус жақсанысына шығардық? Потому что қазір бізде, если синус 180 минус
x минус y десе, мен келтіру формуласына сала алмаймын ғой. Келтіру А. формуласынан нақты былай тұру керек та, синус 180 азайтылған жақшамен бірдеңе деп ше. Или 180 қосылған жақшамен бірдеңе деген секілді ше. Қазір минус болып қалады да. И қазір біз онда бұл мына жағымыз қалады десек, байына қате болып қалады. Сол үшін минусты жақшасына шығарып, кәдімгі грамотно жасау керек. Түсінікті ма? Иә. Енді қараңдар, давайте біз бүйтейік. Анау кері тригонометриялық функция дегенде бұны өткенбіз біз. Қатты қиын емес екен ғой, в принципе. Давайте мен ана альфа деп олайын. Мынаны бетта деп олайын. Жазатын едік қой, біз сөйтіп көп арк синус 5-тен 3 альфа болса, онда арк синус мына жаққа кетіп қалады да, біздің 5-тен 3 синус альфа болады, дұрыс па? Ал арк синус 5 бөлінген 13 бетта болса, арк синус былай өтеді да, 5 бөлінген 13 синус бетта болады. Болды. Қазір мен синус жақшада альфа қосылған бетта деген қосу формуласын ашу керекпін. Қандай оның формуласы? Синус альфа косинус бетта. Синус альфа көбейтілген косинус бетта. Косинус альфа. Плюс синус бетта көбейтілген косинус альфа. Косинус альфа. Аха, синус беттамыз бар. Синус альфамыз бар. Онда маған жай ғана косинус бетта мен косинус альфаны табу керек. Таба саламыз ғой, оп-оңай. Косинус альфамыз түбір астындағы бір азайтылған синус квадрат альфа деп жаңа айтып едік қой. Иә? Иә. апайға қалды ма? Иә, апайға қалды.
Ол жақта мен түсіндіргем көрмей қалыпты ғой. Сөзден тоқтап қалдым оқушылар. Анау бірастан салып жатырмыз ғой, 1-9 деп сол жерден. Міне. Жерлерін не соткамын шкаф, интернетім қосып отқам ғой, соны ішіп кетіпті. Так, получается, біз аяқта не істедік? Міне қойдық, синус альфаны квадраттадық. Ортақ бөлім бердік 25 азайту 9, 16. Түбірасынан шықты, міне тұр. Табылды. Әрі қарай косинус беттан іздейміз, ол 1 азайтылған синус квадрат бетта. Мынаны квадраттаймыз. 1 азайту 25 бөлі 169. Ортақ бөлім береміз, 169-дан 25 азайтамыз. Ол түбірден шығады. Бұл да табылды. Міне. Кеттік қоямыз, синус альфамыз міне тұр. Косинус беттамыз міне тұр. Синус беттамыз міне. Косинус альфамыз міне. Тупа орындарына қоя салдық. Мыналарды көбейтсек 36 бөлі 65, көбейтсек 20 бөлі 65, бөлімдері бірдей қоса саламыз, 56 бөлінген 65. Болды, үшінші бұрышымның синусы шықты. Біз бұл арқылы тригонометрияны бір еске түсіріп алдық. Сондықтан мына есеп оқушылар, қалай тапқандығымыз үшінші бұрыштың синусын. Иә, апай. Болды, енді қоя саламыз, барлығы бар ғой, ауданға қоя саламыз. Жаңағы процесс просто синус нені тригонометрияны қолдануда жатқан ғой. Сонда S тең AB синус гамма. 39 көбейтілген 25 көбейтілген. Мұнаның синусының гаммасы арғы бетте тұрды ғой жаңа. Жаздық қой. Неше еді? 56 бөлінген 65. Қысқартайық, мұна екеуін 13-ке қысқартсам болады. 39-ы 13-ке бөлсек 3, 65-ті 13-ке бөлсек 5. Сонда үстінде 3, 25, 56 қалады, астында 2 мен 5 қалады. 5 пен 25-ті 5-ке қысқартам, 56 мен 2-ні 28-ге қысқартам. Сонда 3 көбейту 5 көбейту 28 қалады. Ол бізде 140, 420 болады. Болды. 420 сантиметр квадрат есептің жауабы. Түсінікті ма оқушылар? Барлығымызға? Иә, түсінікті. Иә, түсінікті апай. Все, молодцы. Кеттік онда. Келесі. Абысы тең белі үшбұрышына дейді. Бізде мынандай абысы деген үшбұрыш бар екен. Осы абысы тең белі үшбұрышына абы мен бысы қабырғалары тең, шеңбер үштей салынған екен. Үшбұрыштың төбесінен түсірілген бд биіктігі дейді. Биіктік түсті ғой бд. 8-ге тең. Бд 8-ге тең. Косинус альфа 5-тен 3 болатын болса, сұрақ үштей сызылған шеңбердің радиусы қандай дейді. Кез келген үшбұрышқа үштей сызылған шеңбердің радиусының формуласы қандай еді? 2s бөлінген a Периметр. плюс b менің. Жоқ. 2s бөлінген периметр, я? A плюс b плюс с. Енді мына қабырғамыз, енді екі қабырғамыз бізде бірдей ғой. Астыны табамыз, абыны табамыз, сосын бізге еще аудан керек екен, я? Енді ауданды біз явно биіктіктің формуласымен іздеу керек боламыз. Биіктік бекерден бекер берілмеген. Асы көбейтілген бд деген биіктік. Бұл бізде бар 8. Онда маған қазір асы деген қабырғаны табу керек. Притом еще біз қазір мына бұрышының косинусында қолдану керекпіз. Онда бізде былай болады, қараңыздар. Мен қазір абд үшбұрышын бөлек сызып алайыншы, қараңдаршы.
Мына жеріміз бізде 8. Қараңдаршы оқушылар. Бізде косинустың анықтамасы қандай еді? іргелес жатқан катеттің гипотенуза Іргелес жатқан катеттің, яғни іргелес деген ады ғой. Ады деген катеттің гипотенузаға абыға қатынасы. Дұрыс қой. Қазір 3 бөлінген 5 болып тұр ғой. Қазір жер 3 жер 5 деймейміз, бірақ оны олай істей алмаймыз. Енді біз давайте осы арқылы синусты тауып алайықшы, күш нәрсе болады. Синус альфаны табайық. Ол бір азайтылған косинус квадрат альфа ғой. Яғни бір азайтылған 3 бөлінген 5-тің квадраты. То есть 9 бөлінген 25. Ортақ бөлім ретінде 25 берем. 16 бөлінген 25. 4 бөлінген 5 шығады. То есть мына бұрыштың синусы ол бізде 4 бөлінген 5 қой. Ал синустың анықтамасы қандай еді? қарсының гипотенуза Қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы б-ді бөлінген, АБ. Дейміз АБ. Дұрыс қой, а? Ал бізде осы жерде б-ді бар емес па 8? АБ жоқ. Онда мен осы жердегі пропорция арқылы АБ-ны таба аламын ба? Иә. Яғни 4 көбейтілген АБ тең 8 көбейтілген 5. Онда АБ болады бізде 40 бөлінген 4, яғни 10 болады. Болды, АБ 10-ға тең. Міне, көрдіңіздер, бір қабырға табылды. Б-сы тоже 10 болады ол кезде, потому что ол тең берілі ғой. Ал мен қазір мына АД-ны тоже таба аламын ғой Пифагор теоремасымен. 6 болады. АД квадрат тең Пифагор ғой мына жерде. Ол АБ квадрат азайтылған Б-ді квадрат. Б-ді квадрат Пифагор. Сонда 10-ның квадраты азайтылған 8-дің квадраты болады. Гипотенузадан азайтам. Ол 36, яғни АД бізде 6-ға тең. АД 6. Ал Д-сы неге тең, қалай ойлайсыңдар? 6-ға. 6-ға. Неге бұл жақта АД мен Д-сы бір-біріне тең болады? Биіктік қабырғаны 2-ге бөледі. Биіктік деген 90 градус болып түседі ғой? Неге бұлар тең деген сұрақ? Тең екендігі дұрыс, бірақ неге? Медиана и биссектриса бола ма? Бізде айтып едім ғой, тең берілі үшбұрышта, именно табанына жүргізілген биіктік, ол оның әрі биссектрисасы, әрі медианасы болады. Тут ол медиананың да рөлін атқарып тұр. Бұды ол и биссектриса, и медиана, и биіктік. Сол үшін біз қазір бұл екі бөлікті бір-біріне тең деп қарастырып тұрмыз. Түсіндер ма логикасын? Түсінікті ма оқушылар? Бұл барлығы бар ғой. Кеттік аудан табасақ, 2-ден 1 көбейтілген асымыз мені получается 12 болады. Получается бізде S-ымыз 48 болады. Барлығы бар. 2 көбейтілген 48 бөлінген 3 қабырғасын қосамыз. 10. Сонда 96 бөлінген 20-32. 3. Бұл сонда жауабы 3 радиусымыз. Түсінікті ма оқушылар? Түсінікті. Түсінікті. Айтқанда, мына косинус бекерден бекер берілмеген ғой. Біз бұл жақта мына үшбұрышты қолдану арқылы тригонометрияның қасиетін қолдандық, ана жақта синус альфаны тауып алдық, И после этого неге именно косинуспен істей салмадық? Потому что бізге ол іргелес жатқан қарсы гипотенуза дедік, ол екеуі де белгісіз. Мен сол үшін синусты таптым, себебі қарсы жатқан катет ол белгілі. И мынау белгілі болғандықтан мен гипотенузаны тауып алдым бұл қатынастан. Пифагор арқылы 3-ші қабырғасын таптым. Мен бәрі шығып кетті ғой. Все. Кеттік онда. Ана бір есеп тастап кеткен едік.
Осыны қарайық. А, Б, С үш бұрышы дейді. Так. Үстіп арасында сәл қалатын бар екен. А, Б, С үш бұрышы. Бұл жерде бізде Б, Д, С мен А, Б, С және Асы қабырғасында А-ды тең 7, Д-сы тең 9 кесінділері пайда болатындай Б-ды түсу жүргізілген. То есть бізде бір Б-ды деген түсу жүргізілген. Так, чтобы ол А-ды деген бөлікті 7 деп, Д-сы деген бөлікті 9 деп бөлген. Және де мына бұрыштары тең дейді. То есть Б, Д, С деген бұрышымыз, допустим, альфа болса, онда А, Б, С деген мына полностью бізде альфа дейді. Сұрақ. Б, С қабырғасымен және мынаның Б-аға қатынасы қандай дейді. Берілген жазып алдық. Енді біз не істесек болады деген сұрақ бұл жерде. Так, давайте битик. Так, мына жеріміз бізде, допустим, бетта болса. Мына бұрышты мен қазір бетта деп белгілесем. Мына жақ бізде қанша болады мына бұрышымыз? 180 минус альфа. Неге себебі? Ана сыбайлас бұрыштың қасиеті бар еді ғой. Д былай тұр да. Егер мына жер альфа болса, сыбайлас бұрыштың қасиеті арқылы екеуін қоссақ 180 болу керек та. Яғни мына жағымыз 180 азайтылған альфа болады. 180 минус альфа мына жеріміз бетта осылай болып тұр. Енді қазір біз осы жерде үш бұрыш А, Б, Д-ны пайдаланайық. А, Б, Д. Сөйтіп мына бұрышты табайын мен. Аншы? Осыны табып көрейін. Ол үшін мен үш бұрыштың, кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деу арқылы мен мынаны таба аламын. 180-нен мыналарды азайтып тастау арқылы. Келісеміз ба? Келісесіңдер ма? Мен ғана үш бұрыш АБ-ны қараймын да. Оның мына бұрышы белгілі, бетта мынау белгілі. А бірақ именно мына жері белгісіз. Бізде полный альфа екені белгілі да, ол екіге қақ бөлді деп айта алмаймыз. Потому что бұл бисектриса деген жоқ қой, біз бұны қалай бөлген білмейміз. Біз қазір АБ-ды үш бұрыш арқылы біз осы бұрышты іздегіміз келіп тұр мынаны. Оны табу үшін мен 180-нен азайтам беттаны, азайтам мынау 180 минус альфаны. Сонда менде не қалады көрейік? 180 минус бетта минус 180 плюс альфа. Альфа минус бетта деген қалады екен. Альфа минус бетта деген қалады екен. Получается, мына жеріміз альфа минус беттаға тең. Ал егер ол полностью альфа болса, мына жері альфа минус бетта болса, онда қалған мына бөлік қанша градус болады? 180 минус альфа плюс бетта бола ма? Қараңдар, полностью Б бұрышы альфа. Полный Б бұрыш альфа, да? Бүйтіп бөлген кезде, мына жағы альфа минус бетта болып қалды. Онда қалған бөлік табу үшін осы үлкен альфадан мынаны азайтып тастамайын ба? Түсіндер ма? Полный альфа. Арғы жағы альфа минус бетта болса, қалған жері полный альфадан мынаны азайтып тастаймын. Получается, альфа минус альфа плюс бетта. Бұл жер бетта екен ғой. Мына жер бетта. Онда мына жақ қанша болады? Сексен альфа минус бетта ма? Мына үш бұрышты қарастыру арқылы мыналарды азайтып тастадым. Енді қараңдаршы,
Қай үшбұрыш бізде бұл жерде ұқсас болады, соны табу үшін мен бұл бұрыштар бойынша жұмыс істеп жатырмын. Қай үшбұрыш бізде бір-біріне ұқсас, соны тапқым келіп жатыр да. Себебі қатынас десе, явно біз қазір бұл үшбұрыштардың бірдеңелерін біреулер әйтеуір ұқсайды болып жатыр да. Енді соны біз қайсылар екен тауып жатыр. Қараңдар. Мынау бетта, мына жеріміз бетта, мына жеріміз альфа. Қараңдаршы мына, ABC үшбұрышын жасаймын. Мына жер бетта, мына жер альфа полностью. Мына С бұрышы осылай тұра берсін. Енді мені BDS үшбұрышын қарайықшы. Мына жеріміз альфа, мына жеріміз бетта. Көрдіңдер ме оқушылар? Бұл үшбұрыштар оказывается бір-біріне ұқсайды екен. Мына үлкен ABC үшбұрышы мен BDS үшбұрышы бір-біріне ұқсайды, себебі екі бұрышы бір-бірлеріне тең болып тұр. С бұрышы и так-та тең ғой, екеуінде де С бұрышы бар ғой. Соответственно, мен бұлардың қабырғаларының да қатынасын тең деп аламын. Яғни, қараңдар. Мына альфаға қарсы жатқан қабырғамыз AC, мына жақта альфаға қарсы жатқан қабырғамыз BC. A'сының BC, сендер бүйтіп ойламаңдар. Мына табаны деп ойламаңдар. Бұл жақта бұл қисайып тұр да. Альфаға қарсы жатқан қабырға, альфаға қарсы жатқан қабырғаға қатынастары тең. Беттаға қарсы жатқан қабырға, BC, мына да беттаға қарсы жатқан қабырға DC тең. Мұнда келесі белгісіз С бұрышына қарсы жатқан қабырға AB, келесі мына С бұрышына қарсы жатқан қабырға BD, бұлардың қатынастары бір-біріне тең болады. Себебі бізде үшбұрыш ABC мен BDS бір-бірлеріне ұқсас үшбұрыштар. Бірінші белгісі бойынша. Кеттік, бізде не бар соларды жазайық. Бізде AD-ның 7 екендігі белгілі. AD деген қай жер? A'сы неге тек нешеде? A'сында жасақшы. 16-ға. 16 ғой. Так, A'сымыз 16. Тағы не белгілі? DC-мыз 9. Оны мына екеу керек екен, маған именно керегім мына жер. То есть, A'сы 16 бөлінген BC тең BC бөлінген 9. Пропорция BC квадрат тең 16 көбейтілген 9. BC тең болады 4 көбейтілген 12. Болды 12. Енді маған сұрап тұр нені? BC қабырғасы мен BA қабырғасының қатынасы. Ал BD бізде белгісіз. Онда, в принципе, былай ала салам ғой. Қараңдар. Мына BD мен BC-ның орындарын ауыстырайыншы. Болады ғой, мен пропорцияда орындарын туп ауыстырсам болады ғой. Яғни BD бөлінген DC тең AB бөлінген BC. Ауыстырдым орында. Маған как раз осын табу керек қой. Ол тең A'сы бөлінген, A'сымыз 16, ал BC-мыз 12. Маған мынаумен мына жер керек қой. Қысқартамыз, 4-ке бөлеміз. 4 бөлінген 3 тең, AB бөлінген BC. Енді BC-ның баға қатынасы орындар ауысып тұру керек қой, мына жерде міне. Значит, орындар ауысып тұра салады. Нарты ауыстырам, 3 бөлінген 4 жауабы. Түсінікті ма енді зересеп салыстарына қарағанда. Яғни бір қарап шықсаңыздар, соңғы жағын жүре ма? Мен записін жүрем ғой сол кезде. Бір қарап шықуларыңыз керек міндетті түрде. Жақсы ма? Түсінбей қалған жағдайда. Кетпеу керек. Зеріп алдым. Все, оқушылар, барлығыңызға түсінікті ма бүгінгі сабағымыз? Есептер түсінікті ма? Мен презентацияны жіберем. Келесі сабақта біз осы үшбұрыштарға қатысты полностью
әртүрлі есептер шығарамыз, который біз қолданылмай қалған формула болуы мүмкін, айтпай қалған. Соның бәрін полностью бір бекітіп шығамыз. Өйткені бізде келесі сабақ үшбұрыштарға қатысты соңғы сабақ. Әрі қарай төртбұрыш, параллелограмм деп кете беремін, жүре ма? Хорошо. Жақсы апай. Хорошо, апай. Все, жақсы ендеше. Вторник күні кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай, сау болыңыз. Давайте. Sağ olun.